Ассалаумағалейкум. Бүгінгі талдайтын нұсқамыз физикадан 12-17. Яғни өткен жолғы нұсқаның жалғасы болып табылады. 1-2 есеп қана ұқсас, бір қарап шықтым, ал қалған есептері басқаша. Ал кеттік бастайық онда. Так. Бізде былай дейді, бірінші есеп иін тірекке 5 ньютон күш әсер етеді. Қандай да бір иінге 5 ньютон күш әсер етеді екен. Осы күштің иіні 20 сантиметр дейді. Так, 20 сантиметр немесе сантиметрді тез метрге айналдырайық, 100-ге бөлсек 0,2 метр шығады. Күш моментін тап дейді. Күш моменті деген М деген мағынаны береді. Енді күш моментінің формуласы қалай болады? Күш моменті дегеніміз сол иін тірекке әсер ететін күшпен күштің иініне көбейтіндісі. Яғни біздің нұсқада 5-ті көбейтеміз 0,2-ге. Сонда жауабымыз 1 ньютонға тең болады. Жауабы, так, 1 ньютон көбейтілген метр, ең нұсқасында. Неге ньютон көбейтілген метр? Күштікі ньютон, иіндікі метр болған соң, момент күшінің, немесе күш моментінің өлшем-бірлігі ньютон көбейтілген метр. Сұйыққа немесе газға түсірілген қысым осы сұйықтың немесе газдың әрбір нүктесіне өзгеріссіз қала береді деген. Бұл тұжырымды кім айтты? Енді бұл тұжырымды Ньютон айтқан жоқ, Кеплер айтқан жоқ, Архимед айтқан жоқ, Стефан Больцман заңында айтқан жоқ. Яғни бұл тұжырымды бізде Паскаль айтқан болады. Яғни сұйыққа немесе газға түсірілген қысым барлық жерге беріледі. Ал вот қаттыға бір ғана бағытта түседі. Ал сұйық пен газға барлық бағытта бірдей түседі. Массасы 40 килограмм бала ғимараттың бірінші қабатынан үшінші қабатына 20 секунд ішінде көтерілді дейді. Әрбір қабаттың биіктігі 3 метр. Баланың атқарған жұмысы. Жұмыстың формасын білесіңдер, F көбейтілген S-ге тең болады. Енді қараңдар, 20 секунд ішінде ол көтерілді 3 метр биіктікке дейді. Ойлаңдар, ол мынау мысалы бірінші этаж, мынау екінші этаж болса, мынау үшінші этаж. Ендісінде ойлап қалады, онда әрбір этаж 3 метр болған соң, сонда барлығы 9 метр бола ма деп. Жоқ, ол үшінші этаждан кеткен жоқ қой әлі. Ол просто үшінші этажға келді. Сонда ол қанша метр жүру керек? Ол просто 2 рет 3 метрден жүру керек. Сонда үшінші этажға келеді. Онда ол деген сөз, оның биіктігі қандай биіктікке? Бізде қанша биіктік? 6 метр биіктікке көтерілді. Сонда формула А тең потенциалдық энергия, яғни mgh пен қолдансақ болады. Mg дегеніміз осы күшке тең, S-тің орнына H кетіп тұр. Массамыз 40, көбейтілген G 10-ға тең, және 6-ға тең. 6-ны 40-та 6-ға көбейтсек 240, және оны 10-ға көбейтеміз 2400 джоульға тең болады. Немесе 2,4 килоджоуль. Кило деген сөз, мынау 1000 деген мағынаны береді. Сонда жауабымыз 2,4 килоджоуль, ол тек қана нұсқасында. Келесі. Азот молекуласының массасы. Бұны түсіндірген болатын, бір молекуланың массасын есептеу үшін біз молярлық массаны Авогадро санына бөлеміз. Яғни 28 көбейтілген грамм деп тұр, сондықтан 10-ның минус 3 дәрежесін тіркеп жазамыз, және 6 көбейтілген 10-ның плюс 23 дәрежесіне. 28-ді шамамен 6-ға бөлсек, 4,7 шығады. Көбейтілген 10-ның, мына жерде минус 3, 23 деген плюс ол алымына баса минус 23 болады. Сонда минус 3 пен минус 23 бізде 10-ның минус 26 дәрежесі килограмм береді. Сонда жауабымыз В нұсқасында. Келесі, сыртқы күшінің әрекетінен стерженнің ұзындығы, яғни басында стерженнің ұзындығы 4 сантиметр болыпты. Одан кейін ол созды. Созған кездің өзінде оның соңғы ұзындығы, яғни L, 4,2 сантиметр болды дейді. Бізге табу керек стерженнің салыстырмалы деформацияны, яғни эпсилон деген бар. Эпсилонның формуласы ол дельта L-дің L-ге L0-ға қатынасы. Яғни қаншалықты бірінші ұзарғаны біліп алайық. Дельта L дегеніміз L минус L0. Оны бөлеміз L0-ға. Сонда L-дан L0-ды алып тастайық. Яғни 4,2-ден 4-ді алып тастайық. Бізде 0,2 шығады.
бөлінген L0 басында 4 болды. Екеуі де сантиметр болғандықтан сантиметр мен сантиметр қысқарады. 0,2-ні 4-ке бөлсек, бізде шамамен қанша шығады? Так, біз екеуін 2 көбейтсек, үстінде 2, астында 8. Екеуін 10-ға көбейтсек. Так, үстінде 2, астында 40. Енді 40 пен 2 қысқарады бізде. 40 пен 2 бізде 20-дан 1 дейді. Онда ол 0,5-ке тең болады екен. Так, бізде ол А вариантында. Так, келесі. Массасы 4 кг, температурасы 300 Кельвин сутегінің ішкі энергиясы. Қараңдар, сутегі қанша атомды десең, 2 атомды, өйткені мына жерде H2 деп тұр. Сонда ішкі энергияның 2 атомды түрі қандай еді? 2-ден 5, кіші m бөлінген үлкен m, r дельта t. Енді ол ішкі энергиясын табайық. Дельта U-мыз тең болады 2-ден 5 көбейтілген кіші m дегеніміз 4-ке тең, үлкен m дегеніміз 2. Қараңдар, мынау килограмм, мынау бірақ грамм. Сонда граммды айналдыру үшін 2-ның 10-ның -3 дәрежесі. R дегеніміз 8,31-ге тең, және температура кельвин, онда кельвин болып қала береді. Так, енді біз мынау 4 пен мына 2-2-ні қысқаша, өйткені 2-ні 2-ге көбейтсек 4. Так, енді калькулятор алайын. Сонда 5-ті көбейтеміз 8,31-ге, оны көбейтеміз 300-ге. Сонда бізде мынандай шама шықты екен. 12.465. Және оның дәрежесі бар. Мына жерде 10-ның -3 дәреже үстіне барып, 10-ның +3 дәрежесі болады. Сонда бізде жауап бойынша былай істейік. Мына 1, 2, 3 үтір қайрайды. Сонда 12,4 болады. Көбейтілген. 3 үтір қайырдық, онда 3 үтірді 10-ның +3 болады. Мынау тағы 10-ның +3 пен ол 6 болып кетеді. Сонда 12,4 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі бізде джоульді береді. Қараймыз қайсысы келіп тұр? 12,5, онда мынаны бізде жуықтаған, сонда жауабы анық. А нұсқасында. Келесі. 40 нанокулон заряд потенциалы 500 вольт нүктеден потенциалы 100 вольт нүктеге орын ауыстырғанда электр өрісінің атқарған жұмысы. Электр өрісінің атқарған жұмысы бізде QU деген формамен шығарылады. U дегеніміз осы жердегі білесіңдер. Бұл кернеу немесе потенциалдар айырымы дейді. Яғни потенциалдарды айырмасын тап дейді. Бірінші потенциалдың айырмасын тауып алайық. 500-ден біз 100-ді азайтып тастасақ, бізде 400 вольт қалатыны белгілі. Болды, біз кернеуді таптық, енді оны зарядқа көбейтетін болсақ, электр өрісінің жұмысы пайда болады. Яғни заряд дегеніміз 40 көбейтілген 10-ның -9 дәрежесі, көбейтілген кернеу бізде 400-ге тең. Енді қараңдар. 400-ге 40-ты көбейтсек 16.000 шығады. Және көбейтілген 10-ның -9 дәрежесі. Біз бейсек болады. Мына 3 нөлмен, мына жерде 3-еуін алып тастайық. Сонда 16 көбейтілген 10-ның -6 қалмай ма? Джоуль. Сонда бізде 16, 10-ның -6 деген нәрсе, ол микро деген мағынаны білдіреді. Микро джоуль. Так, 16 микро джоуль. Келесі. 8-ші. Электр тоғын өткізбейтін затта дейді. Так. Электр тоғының өткізгіштігіне байланысты өзі қаншаға бөлінеді? Өткізгіштігіне. Жақсы өткізетіндер оларды өткізгіш деп атайды. Енді өткізгіштері көбінесе бізде металда жатады. Металдар. Ал өткізбейтіндерді бізде диэлектриктер деп атайды. Диэлектрик. Оларға не жатады? Фарфор. Бізде шыны. Не осындай нәрселер жатады ғой. Тоқ өткізбейтін нәрселерге оларды диэлектрик деп атайды. Ал екеуінің ортасында бар. Оларды жартылай өткізгіштер немесе шала өткізгіштер деп те атайды. Бұлар не? Бұлар мына екеуінің арасында жатқан нәрселер. Бұл жартылай өткізгішті қандай да бір энергия беру керек. Қандай да бір энергия беретін болсаңдар, ол өткізуі мүмкін. Ал егер тыныштықта ол көбінесе диэлектрик сияқты болады. Яғни ол егер оған жарық немесе қандай да бір қатты температураға қыздықсаңдар ғана, ол тоқты өткізуі мүмкін. Немесе өткізеді. Ал бұлайша тыныштықта тұрған жерде ол диэлектрик мағынасы. Яғни бізде электр тоғын өткізбейтін деп тұр. Өткізбейтіндер олар диэлектриктер деп аталады. Металдар өткізеді, электролиттер өткізеді, иондалған газ тоже өткізеді. Жартылай өткізгіштер оларға обязательно қандай бір энергия беру қажет. Келесі. Так.
толқын ұзындығы 3,8 және 7,6 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі метр аралығында болатын сәулелер. Естеріңде болсын, 300 мысалы 80 нанометр мен 760 нанометр арақашықтықтағы электромагнит толқындар бұларды жарық деп атайды. Кәдімгі біз көретін ақ түс, сары түс, қызыл түс барлығы осының ішіне кіріп кетеді. Сонда бұл жерде жарық деген нәрсені жаттап алсаңдар болды. Сонда көрінетін жарық осы диапазон аралығында болады екен. Мысалы, 380 деген бізде күлгіннің, яғни фиолетовыйдың толқын ұзындығы. Ал 760 деген нәрсе қызыл екен. Естеріңізде болсын. Так, енді халық аралық бірліктер жүйесіндегі механикалық жұмыстың бірлігі дейді. Енді жұмыс деген А мен белгіленеді және оның өлшем бірлігі бәрін білесіңдер джоуль. Мына нұсқасында. Келесі. Серіппеге ілінген жүктің массасы 500 грамм. Так, массасы бізде 500 грамм дейді. Сразу килограммнан алсақ 1000-ға бөлінген. Сонда 0,5 килограмм. Қатаңдығы 100 ньютон бөлінген метр. Табу керек тербелістің секілдік жиілігі, яғни омеганың тап дейді. Енді қандай оңай формула бар? Егер омеганың формуласын білмесіңдер, мынандай формула бар. Омега тең төбірасты К бөлінген М. Болды, осы жерден омеганы тауып аламыз. Төбірасты К дегеніміз 100-ге тең, 100-ді 0,5-ге бөлеміз. Тең 100-ді 0,5-ге бөлсек, ол 200 шығады. Енді 200-ді төбірасын алсақ, шамамен қанша шығады? Так, 200 дегеніміз 14-14 дейді. Шамамен 14-14 радиан бөлінген секунд. Так, бізде 14-14 деген тек қана А нұсқасында, қалған варианттарда жоқ. Келесі. Трактордың тарту күші 20 килоньютон. Ол платформаны 7,2 км сағат жылдамдықпен сүйреп келеді. Трактордың 10 минутта атқарған жұмысы және қуаты. Давайте оны бірінші жұмысты анықтау үшін біз күшті оның жүрген, яғни қаншалықты орын ауыстырды, соған көбейтейік. Орын ауыстыру дегеніміз бұл жерде S-тен просто V көбейтілген Т. Бізде жылдамдық бірақ қараңдар, километр сағат. Біз 7,2-ні, так, 7,2-ні километр сағатты метр секундқа айналдыру үшін біз бөлуіміз керек оны 3,6-ға. Сонда қарайық, 7,2-ні 3,6-ға бөлсек 2 метр секунд деген. Ал 10 минутта қанша секунд бар? 600, білесіңдер, 1 минутта 60 секунд болса, 10 минутта 600 секунд бар. Енді орын ауыстыруын тауып алайық, S-тен V-ті 600-ді 2-ге көбейтеміз, сонда 1200 метр орын ауыстырды. Енді жұмысын таба саламыз. Жұмысы неге тең екен? Так, бізде күшіміз 20 килоньютон дейді, көбейтілген оның 3 дәрежесін тіркеп жазамыз. Көбейтілген 1200. 1200-ді 20-ға көбейтсек, біз білеміз. Так, 1200-ді біз 20-ға көбейтсек 24 мың. 24 мың көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі джоульға тең болады. Енді 24 мыңды 24 көбейтілген 3 дәреже қосылады, 10-ның 6 дәрежесі джоуль. Немесе 10-ның 6 дәрежесі деген сөз 24 мегаджоуль. Енді қараңдар, бізде қуатын тап дейді. Қуат дегеніміз жұмыстың уақытқа қатынасы. Жаңағы 24 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесін біз 600-ге бөліп тастайық. 600-ге бөліп тастасақ, бізде 24-тің 600-ге қатынасы 0,4. 0,4 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Так, 3 дәрежені мынаған берейік. 0,4-ті 3-ге көбейтсек 40 болады. Және оның 3 дәрежесін тағы қалып қалады. Оны киловатт дейміз. Сонда жауабымыз 40 киловатт және 24 мегаджоуль. С нұсқасында. Келесі, қалыпты атмосфералық қысымда 12 градус Цельсий болатын оттегінің тығыздығы. Бізде мынадай формула бар. Егер білмей жатсаңдар. PV тең кіші М бөлінген үлкен М RT деген. Менделеев Клапейрон теңдеуі немесе идеал газ теңдеуі деп аталады. Осы жерден тығыздық дегеніміз не екенін біліп алайық бірінші. Тығыздық дегеніміз массаның көлемге қатынасы. Міне осындай бір қатынасты ойластыруымыз керек. Біз бүйтейік. P тең мына V-ны анан астына қуып жіберейік. Яғни көбейтіліп тұр, бөліп жатыр. MRT бөлінген VM. Опана, M бөлінген V бізде нені береді? Тығыздықты береді. Тығыздық RT бөлінген M. Міне осы жерден тығыздықтан қалайық. Тығыздығымыз тең болады. Қасында тұрған RT-ны астына жібереді, қалғанның барлығы үстіне кетеді. Сонда
P дегеніміз 10-ның 5 дәрежесі. Так, 10-ның 5 дәрежесі көбейтілген малярлық массамыз қанша бізде? 32 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Так, R дегеніміз 8,31 көбейтілген температура. Қараңдар, 12 градус Цельсий, біз оны неге айналдырамыз? 273-ке қосайық. Сонда 285 болады екен. Енді тең. Так, біз енді 30, так, сандармен жұмыс жасайық. 32-ні біз жаңағы 8-де 31-ге, там 285-ке бөліп тастайық. Сонда мынандай нәрсе шығады екен. 0,0135 көбейтілген. Енді дәрежені қарайық. Оның 5 дәреже, оның минус 3 дәреже. Оның плюс 2 дәреже қалды. Сонда қарап отырсақ, плюс 2 деген сөз, оның квадраты 100. Жаңа шыққан мәнге біз 100-ді көбейтейік. 1,135 дейді. 1-2-ге үтір қайырамыз. 1,135 килограмм бөлінген метр кубты береді екен. Так, бізде ол тек қана В вариантында. Келесі. Екі нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу күші 1 ньютонға тең. Егер де осы зарядтардың орналасу қашықтығы 2 есе кемсе, әсерлесу күші дейді. Заряд дейді, яғни ол бізде еске түсіретін сразу қандай нәрсе? Кулон күші Q1 модуль көбейтілген Q2 модуль бөлінген эпсилон R квадрат. Енді бізге еш нәрсе қажет емес, бізге не керек? Зарядтардың қашықтығы дейді. Міне R квадрат, F тең болады 1 бөлінген R квадрат. Қалғандары қажет емес бізге. Есептің мағынасы кетіп қалады, қажет емес. Сонда қараңдар, бір-біріне қандай пропорционал? Кері пропорционал, Енді қараңдар. Қашықтығы 2 есе кемсе, R 2 есе кемсе, F-міз керісінше 2 есе арту керек. Себебі екеуі мынау F алымында тұр, R яғни бөлімінде тұр. Енді қараңдар, бірақ арақашықтық 2 есе кемігенімен ол квадраты есе кемейді. Яғни 4 есе кемейді. Осы жерде онда күшіміз қанша есе артады? 4 есе артады. Онда болды жауап. Басында 1 еді, одан кейін 4 болып қалады. Сонда 4 ньютон. Жауап осылай. Келесі, массалары бірдей мұнай мен сынаптың көлемдерін салыстыр дейді. Массалары бірдей дейді. Яғни бізде М1 мен қарап отырсаңдар М2 бірдей. Сонда М1-ге мен массаның өзінің формасы ρV емес пе? Ρ мұнай, В мұнай деймін. Тең болады. М2 дегеніміз Ρ сынап, В сынап. Енді В сынапты арғырай ВМ, мына В сыны мына жаққа жіберем. В С тең Ро С бөлінген Ро М-ді керісінше былай жіберем. Ро М. Енді бөлейін бір-біріне. Ро С деген сынаптікі 13600 дейді. Оны мен бөлемін 800-ге. 2-0 мен 2-0, 136-ны 8-ге бөлейік. 136-ны біз бөлеміз 8-ге. Шамамен 17 дейді. Шамамен емес, ровно. 17. Сонда біз нені неге бөлдік, соны бөле алайық. Так, біз кімнің көлемін бөлдік? Мұнайдың көлемін сынаптың көлеміне бөлгенде 17 шықты. Сонда мұнайдікі артық кімдікінен? Сынаптыкінен. Мұнайдікі артық. Мұнайдың көлемі 17 есе артық. Дұрыс. Міне осы. Так. Әр қайсының көлемі 1,2 метр куб болатын 5 қарағай бөренеден жасалған салдың көтергіш күші. Біз көтергіш күшінің формасын білеміз. Ол Архимед күшінен дененің өзінің салмағын азайтып тастағанда. Енді формула қалай болады? Мен Архимед күшін тауып алайын. Архимед күші Ро сұйықтық G көбейтілген дененің көлемі. Ал өзінің көлемі қалай болады? Просто mg, немесе m-ның орнына мен Ро дене, В дене көбейтілген G. Енді әрбірін тауып алайын. Ро сұйығымыз бізде суда екен, яғни 1000-ға тең, көбейтілген G дегеніміз 10, В дене 1,2-ге тең. Так, ал Ро дене қарағай, яғни 700, көбейтілген 1,2 көбейтілген 10 тең. Так, біріншісі 12 мың шықтыр ньютон. Екіншісі бізде так, 12-ні біз 700-ге көбейтейік, 8400 шықтыр. 8400 ньютон. Енді бір-бірінен азайтып тастайын. Так, 12 мыңнан азайтып тастаймын, 3600 шықты.
3600 ньютон. Енді 3600 ньютон жоқ деп қорықпай қойыңыздар, себебі қараңыздар, бұл жерде 5 қарағай деп бекерге берілмеген, иә. Сондықтан біз біреуінен алдық, енді 5-еуін көбейтейік. Сонда 3600-ді біз 5-ке көбейтейік. Сонда бізде 18000 деген нәрсе шығады екен. 18000 ньютон. Оны 18000 деген жоқ. 18 килоньютон. Міне, 3-0 дегеніміз кило деген мағынаны білдіреді. Сонда жауап С нұсқасында. Келесі. Көлемі 9,8 метр куб, жабық ыдыстағы газдың қысымы 25 килопаскаль. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 700 түбір асты 3 метр секунд болса, осы ыдыстағы газ массасы дейді. Енді формула, мынандай формуланы пайдалануға болады. Қараңдар. П тең 3-тен 1 М бөлінген В квадрат деген нәрсе бар. Мына формула қайдан шықты десеңдер, бұл МКТ-ның негізгі формуласы. Енді осы жерде массаны тауып алайық. Бұл жерде массамыз неге тең болады? Қасында тұрған астына кетіп қалады, яғни орташа квадраттық жылдамдық астына кетіп қалады. Қалғанның барлығы 3ПV үстінде болады. Енді не істейміз? 3-ке көбейтеміз. Қысымымыз қанша бізде? 25 кило дейді, яғни кило деген нәрсе оның 3 дәрежесі. Көбейтілген көлем 9,8 бөлінген В квадрат, мынаның квадраты. Так, 700-дің квадраты бізде 700 көбейтілген 700 дейік. Ал түбір асты 3-тің квадраты просто 3 тең. Так, енді үстінен көбейтейік. 3-ті 25-ке, потом оны 9,8-ге. 735 шығады екен үсті. Үсті 735, және 3-0 бар. 1, 2, 3. Так, асты 700-дің квадраты, және оны 3-ке көбейтеміз. Ол жерде 1,470,000 шығады екен. 3-0 мен 3-0 кетті. Сонда біз нені бөлуге? 735-ті біз бөлуіміз керек 1470-ке. Жауап 0,5 килограмм дейді. 0,5 килограмм. Так, сонда 0,5 килограмм бізде жоқ, бірақ 500 грамм бар, ә? Наны 1000-ға көбейтсек, 500 грамм пайда болады. Сонда жауабы Д нұсқасында. Келесі. Индукция векторы 40 миллитесла, магнит өрісі күш сызықтарына перпендикуляр орналастырылған, көлденең қимасының ауданы 25 см квадрат, көлемі 800 см куб болатын өткізгіштен 500 миллиампер ток өткенде өткізгішке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш. Өткізгішке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күшті бізде ампер күші деп атайды. Яғни F тең V синус альфа, я? Енді қараңдар, бірінші жағдайда перпендикуляр деп тұр, яғни 90 градус деген сөз, альфамыз 90 градус. Синусты өшіріп тастауымызға болады. Өйткені синус 90 градуста 1-ге тең. Сонда формуламыз F ампер тең V деген болады. Енді қараңдар, бізде магнит индукциясы бар, тоғымыз бар, L жоқ. Бірақ көлем мен аудан беріп қойыпты. Көлем дегеніміз ол аудан мен ұзындықтың көбейтіндісі. Осы жерден L-ді тауып алуға болады. Көлемді бөлеміз ауданға. Бізде қараңдар, 800 сантиметр кубты бөлейік 25 сантиметр квадратқа. Сантиметр квадрат пен сантиметр кубты қысқарған кезде сантиметр қалады. Енді 800-ді біз 25-ке бөлсек 32 дейді. 32 сантиметр екен. Оны метрге айналдырсақ 100-ге бөлеміз 0,32 метр. Енді ампер күшін оңай тауып алуға болады. Ампер күші В дейді, яғни индукция 40 көбейтілген милли деп тұр. Милли деген нәрсе оның минус 3 дәрежесі, көбейтілген И, яғни ток 500 тоже милли деп тұр, онда оның тағы минус 3 дәрежесі, және 0,32. Сонда жауабы қанша шығады? Так, біз 40-ты көбейтейік 500-ге, көбейтейік 0,32-ге. Так, 0,32. Жауап 6400 дейді. 6400 көбейтілген, оның минус пен минус 3 қосылған кезде оның минус 6 дәрежесі ньютонды береді. Немесе, мынаны былай істеуге болады. Нектен минус 3-ті алып тастасақ, нектен үтірді 3 рет кері апаруымыз керек. 6,4 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі ньютон. Немесе 6,4 милли ньютон. Себебі оның минус 3 дәрежесі миллиді береді. Так, бізде ол қайсысы болады? Ол В нұсқасында. Келесі. Екі когалентті жарық көзден шыққан толқын ұзындықтары 600 нанометр. Так, лямбдамыз 600 нанометр. Монохроматты сәулелердің жол айырымы, яғни 3 бұрыш 1,2
микрометрге болса фазалар айырымы дельта фи. Енді қараңдар, дельта фидің формуласы қандай? 2π бөлінген лямбда көбейтілген жол айырымы. Енді ойлап табайық. 2π лямбдамыз 600 дейді. Яғни 600 нано деген оның минус 9 дәрежесі көбейтілген 3 бұрыш деген жол айырымы. 1,2 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі. Тең. Енді қараңдар. 1,2-ні 2-ге бөлсек 2,4 шығады. Және оның минус 6 дәрежесін біз қалай істесек болады? Оның минус 6 дәрежесі тұра берсін. Мына пи қалып кетті. 2,4 пи көбейтілген оның минус 6 дәрежесі. Енді мынаны минус 6-ға келтіру үшін 3 үтір қайыруымыз керек. Сонда 0,6 оның минус 6 дәрежесі. Оның минус 6 кетті. 2,4-ті біз бөлуіміз керек 0,6-ға. Сонда 4 шықты. Жауап 4 пи бар. 4 пи. Енді қараймыз. Жауапта пи бөлінген 2 бар, кемейді. Пи бар, кемейді. Пи бөлінген 3 кемейді. 0 кемейді. Тоже пи бөлінген 4 кемейді. Еш қайсы келмейді. Не істесек болады? Бізде қараңдар. Бізде 4 пи деген нәрсе ол 2 пиға тең. Ол 0-ға тең, ол 6 пиға тең, ол 8 пиға тең. Барлығында мәндері бірдей. Себебі синус және косинустың мәндері бізде қандай периодты ғой. Сонда жауабы қайсына сәйкес келсе, осының біреуін белгілейміз. Бізде белгілі д нұсқасында. Келесі. Кестеде футбол ойыншыларының максимал жылдамдықтары мен максимал үдеулері көрсетілген. Тұрған орыннан бастап түзу жолмен жүгірген екінші футболшы дейді. Давайте бірінші футболшыны қарастырмаймыз онда. Сызып тастайық бірінші футболшы. 10 секундта орын ауыстыру дейді. Енді бізде бір нәрсені біліп алуымыз керек. Қараңдар, максимал жылдамдық дегеніміз не? Физикада максимал жылдамдық деген ары қарай жылдамдығы артпайды. Болды, мысалы 0-ден басталды ма, үдеу бере бергенімен ол үдеу берді, уже 6-ға келді ары қарай, 6 метр секундқа келді ма, үдеу берілмейді ары қарай. Яғни ускорение жоқ. Болды, ары қарай ол 6-мен кете береді. Сонда қанша уақыттың ішінде 6-ға жетуін білу үшін біз бүйтейік. В тең АТ деген формула бар. Осы жерден Т-ны В-ны А-ға бөліп жіберейік. Сонда 6-ны үдеу 3-ке тең екен. 2 секунд ішінде ол үдемелі қозғалады. Қалған 10 секундта, қалған 8 секундта ол жай ғана бір қалыпты қозғалады. Енді формула үдемелі болса S тең АТ квадрат бөлінген 2. Онда үдеуіміз қаншаға тең біздің? 3-ке тең. Т-ның квадраты 2 секунд жүрген, яғни квадрат 4 бөлінген 2. 12-ні 2-ке бөлсек бізде 6 метр. Енді ары қарай ол бір қалыпты жүреді, бірақ сол жылдамдығын сақтайды. S тең VT, яғни 6-ны бізде қалған 8 секундқа өтеміз. Тең 48 метр. Екеуін қосатын болсақ, яғни 6 метрмен біз 48 метрді қосатын болсақ, бізде жауап шығады 54 метрге. Міне осы. Так, жауап в нұсқасында. Естеріңізде болсын, формуласында S тең біреуі АТ квадрат бөлінген 2, бұған 2 секунд қоямыз. S тең VT-ға біз бұған 8 секунд қоямыз. Так, келесі. Қатаңдығы 4 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі Ньютон бөлінген метр серпе, серпімділік күшті әсерінен 2 сантиметрге ұзарды. Серпенің потенциалдық энергиясы. Енді потенциалдық энергияның формуласы серпімді. К дельта X-тің квадраты бөлінген 2. Енді тең. Қатаңдық бізде 4 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. Көбейтілген дельта X дегеніміз 2 сантиметр дейді. Бірақ 2 сантиметр метрге айналдырсақ 0,1/2. Оның квадраты не дейді? Так, бұнаны бүйтіп алайық. 2 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Енді оны квадраттайтын болсақ, 2-ның квадраты 4, 10-ның минус 2-ның квадраты 10-ның минус 4 дәрежесі. Енді қояйық, 4 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі бөлінген 2. Минус 4 пен плюс 4 кетті, 4 көбейтсек 16, 16 2 бөлсек 8 жауап береді. Сонда жауабы мынау болмайды, мынау бола алмайды. Так, 8 G және H. Так, қалғаны болмайды. Келесі. Массасы 44 грамм көмір қышқыл газдың құрамындағы молекула саны. Формуласы M бөлінген үлкен M тең N бөлінген N Авогадро деген екі зат мөлшерлерінің формуласын теңестіреміз. Осы жерде N-ді табу үшін біз M N Авогадро бөлінген үлкен M тең.
Так, 44 грамм дейді, грамм 10-ның минус 3 дәрежесі қылып килограммға айналдырып жібере аламыз. Одан кейін авогадро саны 6 көбейткен 10-ның 23 дәрежесі. Кейін малярлық массамыз 44 көбейткен 10-ның минус 3 дәрежесі. Минус пен минус кетті, 44 кетті. Сонда жауабы тек қана 6 көбейткен 10-ның 23 дәрежесі. Д нұсқасында бар, басқада жоқ. Келесі. Электр өрісіне зарядталған бөлшек орын ауыстырғанда өрістің атқарған жұмысы 4 миллиджоуль. Ал потенциалдар айырымы 20 вольт болса, бөлшек заряды. Қарапайым бір формуламен шартын есеп. Жұмысымыз 4 миллиджоуль дейді. Ал потенциалдар айырымы деген сол кернеу, 20 вольт. Табу керек зарядты дейді. Электр өрісінің күшінің жұмысы А тең Q U-ға тең. Осы жерде Q-ды табу үшін біз А-ны U-ға бөлеміз. Сонда жұмысымыз 4 көбейтілген милли деген сөз минус 3 бөлінген 20. Так, 4-ті 20-ға бөлсек 0,2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесіне тең кулон. Так, 2 деген нәрсені қаланы белгілейміз. Так, мынау келуі мүмкін ба? Келуі мүмкін. Үтірді бір қайырсақ, мынаған бір дәреже қосылады. D, G, яғни милли деу айтылға болады, қалғандары келмейді. Катодта массасы 4 миллиграмм кальций бөлінген уақытта электролиз арқылы заряд мөлшері дейді. Енді M тең KQ деген формула бар электролиз тақырыбында. Осы жердегі зарядты анықтау үшін қасындағы К-ны астына түсіріп жүреміз, қалған бәрі M үстіне кетеді. Сонда массамыз 4 милли деген 10-ның минус 3 дәрежесі, граммды килограмм айналса, қайттан 10-ның минус 3 дәрежесі. Бөлінген К, электрохимиялық эквиваленті 0,2 көбейткен 10-ның минус 6. Минус 6 мен минус 6 кетеді. Өйткені минуске минус қосақ минус 6, ол мен қысқарып кетеді. 4-ті 0,2-ге бөлсек 20 кулонды береді. Так, 20 кулон дегеніміз қай жерде бар? Ол Е нұсқасында. Так, басқа бізде жоқ секілді. Келесі, нәрседен линзаға дейінгі қашықтық 4 метр. Нәрсе деген нәрсе келсе, оны Д деп белгілейсіңдер, 4 метр. Ал линзадан кескінге дейін, кескінге болса кіші F 1 метр. Линзаның фокус аралығы және оптикалық күші. Фокус аралығы және қандай оптикалық күші D. Енді фокус аралығының формуласы қалай болады? Есінде болсын, фокус аралығының формуласы мынандай болады. Фокус аралығын табу үшін біз F пен D-ны көбейтіп, F пен D-ға қосқандай осындай формула бар. Немесе негізгі формула ол білесіңдер, 1 бөлінген үлкен F тең болады 1 бөлінген кіші F қосылған 1 бөлінген кіші D деген. Осыдан қорытып шыққан формула. Енді 1-ге 4-ті көбейтеміз, немесе 1-ге 4-ті қосамыз. Сонда 4-тің 5-ге қатынасы бізде болады 0,8 метр. Бірінші жауап шықты. 0,8 метр немесе 80 сантиметр. Өйткені сантиметрге айналсақ 100-ге көбейтеміз. Енді оптикалық күштің формуласы 1 бөлінген үлкен F. Жаңа шыққан 1-ді 0,8-ге бөлеміз. Так, біз 1-ді 0,8-ге бөлсек 1,125 дейді. 1,125 оптикалық күштің формуласы өлшемділігі диоптрия, немесе ДПТР. 1,25 ДПТР. Келесі. Көлемі 4 дециметр куб болады. Бөлшектің ауырлық центрі жер бетінен 2 метр биіктікте болса, бөлшектің жерге қатысты потенциалдық энергиясы дейді. Енді қараңдар. Потенциалдық энергия дегеніміз ол mgh-ға тең. Бұл жерде қараңдар, массаның орнына біз ρ-ны қоя аламыз, және gh. Міне осы формуламен шығарамыз. Енді тығыздығымыз 7800-ге тең көбейтілген. Бірақ 4 дециметр куб дейді. 1 дециметрде 10-ның минус 1 дәрежесі метр бар. Мынаны кубтап жіберсек, мынаны да кубтаймыз. Онда 1 дециметр кубта 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб бар. Сонда көлемді жазған кезде 10-ның минус 3 дәрежесін тіркеп жазамыз. G 10-ға тең, H-ымыз 2-ге тең. Так, сонда біз 7800-ді 4-ке және одан кейін 2-ге көбейтеміз. 62400. 62400. Және тағы бір нөлі бар. 10-ға көбейтеміз. Көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Мынау 3 нөл мен 3 нөлге қалады. Сонда жауабы 624 джоульға тең болады. Так, D нұсқасында және G нұсқасында. Қалған вариант келмейді. Келесі.
Спирт шамды пайдаланып судың температурасын 0 градустан 100 градусқа дейін жеткізуге 100 грамм спирт жұмсалды. Жылу шығынын ескермеген жағдайда қыздырылған судың массасы. Енді мен сендерге айтып едім, пәк деген нәрсе бар, иә? Пәк нәрсе жоқ па? Бұл жерде жоқ. Спирт шамды пайдаланып судың температурасын 0 градустан 100 градусқа дейін жеткізуге 100 грамм спирт жұмсалды. Жылу шығынын ескермеген жағдайда қыздырылған судың массасы. Иә, мына жерде мынандай формула бар. Q кім береді, Q кім алады, соның формуласы. Яғни Q1 дегеніміз ол қыздырған дейік. Cm дельта Т. Бұның барлығы су, қыздырылып жатқан. Q2 ол беріп жатыр, энергия беріп жатыр. Ол сонда не болады? Бізде Q жағылып жатқан спирттікі. Спирт. Енді QM спирт. QM спирт тең болады С су, М су, дельта Т. Бізге судың массасы керек, сондықтан М суды табу үшін біз қасындағы бәлелердің барлығын астан сүреміз. С су көбейтілген дельта Т, қалғанның барлығын үстіне кетеді. Сонда М суды табу үшін біз не істейміз? Q дегеніміз бізде жазылып тұр 29 көбейтілген 10-6 дәрежесіне. М спирт деген спирттің массасы 100 грамм. Так, граммен шығара берейік, соңында грамм шығады. Енді С су 4200 көбейтілген 100-ден, так, дельта Т деген 100-ден 0-ді алып тастаймыз, 100-ге тең. 100 бен 100 қысқарады, сонда біз не істейміз? 29-ды бөліп жіберуіміз керек 4200-ге. 0-ден 00 69, 0-ден 00 7 деп алсақ болады, көбейтілген 10-6 дәрежесі. Біз граммды айналдырған жоқпыз, сондықтан грамм. Енді мынаның 3 дәрежесін мынаған бере жіберейік. 7 болады, көбейтілген 10-3 дәрежесі грамм. Немесе бұны 7 килограмм деп айтылады. Немесе бұл жерде 6,9 дейді жауабы. Бұл жерде жуықтамаған екен. 6,9 килограмм. Д нұсқасында немесе 6,9 граммда келеді. Болды, қалғаны келмейтін секілді. Басқа жоқ. Жоқ секілді. Келесі. Екі катушканың индуктивтіліктерінің қатынасы мынандай дейді. L1-іміз 2L2-ге тең. Олардың магнит өріс энергияларының қатынасы W1 тең болады 2W2. Болу үшін бірінші катушканың ток күші мен екінші катушканың ток күшін салыстыр дейді. Давайте бірінші магнит өрісінің энергиясын формуласын жасайық. L1 I1-дің квадраты бөлінген 2. W2 дәл солай. L2 I2-ның квадраты бөлінген 2. Енді бір-біріне так, біз бетейік. W1-дің формуласы тұра берсін. L1 I1-дің квадраты бөлінген 2 тең 2 еселенген W2 L2 I2-ның квадраты бөлінген 2. Мына 2 мен мына 2 кетсін. Сонда формула қалай болды? L1 I1-дің квадраты тең болады 2 L2 I2-ның квадратына. Бізде қатынасын тап деп тұр. Сонда бетеміз қараңдар. L1-дің орнына біз нені қойсақ болады? 2 L2-ні көбейтілген I1-дің квадраты тең 2 L2 I2-ның квадраты. 2 жерін 2-ге бөліп жіберейік. 2 жерін L2-ге бөліп жіберейік. Сонда I1-дің квадраты тең I2-ның квадратына. 2 жағын төбірге алсақ, I1-іміз тең I2-ге. Бірдей шығу керек. Сонда бірдей болса ғана не осындай нәрселер болады. Спирт шамды пайдаланып, массасы 100 грамм судың температурасын 16 градустан 71 градусқа дейін жеткізу үшін массасы 10 грамм спирт жұмсалса, қондырғының пәкі дейді. Енді естеріңде болсын, көп осындай формулалар келеді есептерге. Сонда осы жерде пәкін анықтау үшін сендер мынандай сендерге формуланы осындай нәрсені беруге тырысайын. Міне мынандай формула. Үстінде қыздыру үшін Sm дельта Т су, астында QM болады. Бұл спирт болады. Көбінесе астында жанатын нәрселер, үстінде қыздырылатын нәрселер. Міне осының пәгін табылады. Үстінде 4200, көбейтілген судың массасы так бізде 100 грамм. Так, грамм мен грамм қысқартып кеткен соң, үстінде де 100 грамм, астында да грамм істей берейін. 100 көбейтілген 71-ден, так, 71-ден 16-ны азайтып жібереміз. Сонда бізде 55 қалады. Астында Q 27 көбейтілген 10-6 дәрежесі, көбейтілген сынаптың массасы 10.
Мынау 100 бен 10 қысқарады 10 беріледі. Енді үстінде 4200 көбейтілген 55. Оны бөлеміз, так, 27-ге шыққанды. Сонда жауап 8555. 8555 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі үстіне баса 10-ның минус 6 дәрежесі. Көбейтілген айтпақшы әлі бізде 100% бар. Мынау 100 дегеніміз 10-ның қанша дәрежесі квадраты. 10 мен қысқарып кетсе минус 4 болады. Сонда мынаны 4 үтір қайрақ. 1, 2, 3, 4. Так. Сонда бізде қанша шығып тұр? Так. 27 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Мынау мен 10 кетті. 55. Дәрежеміз дұрыс болмай қалды. Так, пәк тең. Мындай дұрыстап көрейік. 4200 көбейтілген 10 көбейтілген 55 бөлінген 27. Мына жерде тағы бір 10 бар ғой. 10-ны 10-ға көбейтсек, мына жақта минус 3 болады. Сонда 8555 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. 3 үтір қайырамыз, 8,5% береді. Немесе шамамен 8,6%. Оны пайыздан әшейін санға айналдыру үшін енді сол 8,6-ны біз 100-ге бөлеміз. Сонда 0,086-ға тең болады. Ал кеттік келесі. Фотон импульсінің формуласы. Так, давайте фотон импульсінің формуласын сразу жазып берейін. Фотон импульсінің формуласы естеріңде болсын, H-тың лямбдаға қатынасы. Бұл бір. Екіншісі, лямбда дегеніміз ол S-ның ньюға қатынасы. Сонда P тең H, лямбданың орнына S бөлінген нью. Сонда H нью бөлінген S дегенде бол керек. Так, мынау болмайды. H нью бөлінген S D болады. Мынау болмайды екен. Так. Басқа нәрсе болмайды. Болмайды. Болды. Мен осымен нұсқа талдауды аяқтадық.